Шығыс Қазақстан өнер музейі Өскемен қаласының орталығында Тоқтаров көшесі 56-шы үйде орналасқан. Екі қабатты музей ғимараты 20 ғасырдың басында алтын өндіруші көпестің кеңсе үйі болған. Өнер музейі 1990 жыл құрылды. Суреттер жиынтығының негізін Өскемен қаласындағы этнографиялық музейдің 90-нан астам кескіндеме және графикалық туындылар құрады. 1991 жылы Агейкиндер жанұясы музейге КСР суретшілер одағының мүшесі Леонид Агейкиннің 1000-нан астам картинасын табыстады. Қазіргі таңда өнер музейінің жұмысы 3 бағытта: бейнелеу өнері, әдебиет және музыка бағыттарында жүргізіледі. Дегенмен негізгі және басым бағыт бейнелеу өнері болып табылады. Бүгінгі күнде Шығыс Қазақстан өнер музейінде 10 мыңға жуық жәдігер бар. Оның жартысын графика, кескіндеме, мүсін, сәндік, қолданбалы өнері сынды бейнелеу өнерінің туындылары құрайды. Музейдің экспозициялық алаңдарының көлемі 500 шаршы метр. 4 көрме залы музейдің 2-ші қабатында орналасқан. Ақ залда музей қоры коллекциясының тұрақты көрмесі орналастырылған. Колонналы, сондай-ақ үлкен және кіші залдарда 1-2 ай мөлшерінде жұмыс жасайтын стационарлық көрмелер орналастырылады. Өнер музейінің 1-ші қабатында облыстың заманауи, кәсіби және әуесқой суретшілердің шығармалары қойылған арт-салон жұмыс істейді. Бұл жерде музейге келушілер мен кескіндеме өнерін бағалаушылар картиналар сатып алуына жағдай жасалған. 120 көрерменге арналған музыка залында мәдени көпшілік және танымдық іс-шаралар өткізіледі. Бұл алаңда сондай-ақ қазақтың халықтық музыка аспаптарының жер жаңғырығы тұрақты көрмесі қойылған. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан өнер музейінде 10 мыңға жуық жәдігер бар. Оның жартысын кескіндеу өнерінің туындылары құрайды. 2017-2018 жылдары рухани жаңғыру бағдарламасы аясында музей қоры атақты қазақстандық суретшілердің 34 өнер туындысымен толықтырылды. Жыл көлемінде өнер музейінде ондаған вернисаждар өтеді. Өткізілетін әр көрмеге жеке сценарий жасалады, автордың шығармашылығы зерттеледі, көрерменге паш етілетін туындыларға өнер танымдық зерттеме істеледі. Музейдің жүйеленген коллекциялық қоры отандық кескіндеме өнерінің даму тарихын толықтай өз дәрежесінде көрсетеді. Қорларда Қазақстанның барлық аймақтарының белгілі суретшілердің еңбектері бар. Сонымен қатар шығармашылықтары Кенді Алтайдың мәдениеті мен табиғатымен байланысы бар жақын шетелдердің кескіндеушілерінің өнер туындылары да жетерліктей. Музейге келушілер Шығыс Қазақстанның бар кереметін осы суретшілердің жанарымен көруге мүмкіндік алады. Кәсіби суретшілердің туындыларымен қатар бізде қарапайым дербес авторлардың айтарлықтай жұмыстарының жиынтығы бар. Олардың алғашқылары Самородок шығармашылық клубынан 1997 жылы тарту етілген. Сөзсіз музейдегі бағалы жәдігерлер санатында қарапайым өнер коллекциясы. Біздің қорда көрермендерді шынайылықпен, түрлі ашық бояулармен көзайым ететін, таңдандыратын Михаил Абабков, Георгий Сухотериннің картиналары бар. Музейде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан арнайы арт заман музейлік жоба арқылы алынған теңдессіз туындылар қойылған уақыт палитрасы көрмесі тұрақты түрде жұмыс істейді. Мұнда біз көрермендерге қазақтың алғашқы суретшісі Әбілқан Қастеевтің Ыстықкөл туындысын, атақты суретші 60-шы жылдықтар Салихиддин Айтбаев, Шаймардан Сариев, Бақтияр Табиев, Исатай Исабаев, Мағауия Аманжоловтардың шығармаларын, Еркін Мергеновтың мүсіндерін көрсетеміз. Бұл өнер шеберлері шығармаларында ең бірінші шынайылық пен шындықты бағалады.
аға буынның жаңашылдық дәстүрін жалғастырушылы замандастарымыздың есімдері республикамызға ғана емес, ел аумағынан тыс мемлекеттерде де жақсы танымал. Музейдің қорындағы Азат Табиев, Құралай Аманжолова, Есенғали Садырбаев, Әлібек Шоқанов, Елжан Тұрғанбаевтардың еңбектерінде 20 ғасырдағы еуропалық суретшілердің тәжірибелері мен ежелгі түрік пластикалық мәдениеттерінің элементтері үйлескен. Біз болашақ ұрпаққа мәдениеттің заманауи үйлесімін сақтап қалу үшін барлық мүмкіндіктер жасаймыз. Өнер музейі сіздерді көрмелерімізде бейнелеу студиясы мен экскурсия жүргізушілер мектебінде көруге қуанышты. Өнер өмірімізді жақсы жаққа өзгертеді. Қош келдіңіздер.